Жұмыспен қамту орталығының жастар практикасы талай жалындаған жастарға бағыт сілтеп, тұрақты жұмысқа орналасуына себепкер болып келеді. Аталмыш бағдарлама бойынша өткен жылы 113 мекемеге 140 адам жұмысқа жіберілсе, оның 105-і тұрақты жұмысқа орналасқан екен. Өткен жолы тіс орталығы мен аудандық тұтынушылар құқықтарын қорғау басқармасына осы бағдарлама арқылы тұрақты жұмысқа орналасқан жастарды назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Осы жолы КПО BV компаниясында практикадан өтіп жатқан жасты сөзге тартып, жұмысымен танысқан болатынбыз. КПО BV компаниясында практикадан өтіп жүрген кейіпкеріміз Қарлығаш Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегі. Жастар практикасы арқылы тұрақты жұмысқа орналасуды ойлайтын жалынды жас сөзін былай бастады. Менің атым Қарлығаш, мен биыл дейтін Махамбет Өтемісұлы атында Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітірдім. Соның университетінде тарих факультеті, яғни халықаралық қатынастар мамандығын бітіріп келіп отырмын. Бітірсімен мен қайтадан Ақсай қаласына келіп, біздің осы қалалық әкімшілікке жолықтым. Соның ішінде жұмыспен қамту орталығына, яғни ол кезде жолыққан мақсаты мен ең алдымен жастар мамандығынан жастар практикасынан өткім келді. Жолыққан бойда біздер ақылдаса келе мені КПО компаниясына жіберетін болды. КПО компаниясында, яғни КПО компаниясының ішіндегі техникалық қауіпсіздік корпоратив бөліміне жіберді. Мен осыны келісімен керекті құжаттарды жинап, 7 шілдеден бастап, 7 маусымнан бастап, мен өз практикамда бастап кеттім. Бөлімдегі менің басшымның аты Жолбарисова Алия. Осы компанияға келісімен ең алдымен кез келген жұмысшы болсын, немесе практикант болсын, ең алдымен компанияның техникалық қауіпсіздігі бойынша сабақтарды өтеді, кішігірім сабақтарды. Мен де дәл солай ең алдымен техникалық қауіпсіздіктер бойынша сабақтардан өттім. Содан ең бөлімге келісімен бөлімнің ережелерімен таныстым. Практикадан өтіп жатырған жігерлі жас келген күннен бастап өзіне қолдау көрсетіліп жатқанын айтады. Орталыққа жолыққаннан кейін бірден компанияның кадр бөліміне келген Қарлығаш практикадан өтуге мүмкіндік алады. Өзінің мақсаты айқындалған кейіпкеріміз енді өзін жан-жақты қырынан көрсетіп, тұрақты жұмысқа орналасуды көздеп отыр. Бөлімге келісімен мен алдымен бөлімнің ережелерімен таныстым. Одан кейін бөлімнің қызметкерлерімен таныстым, бөлім басшысымен, бөлімнің қызметімен таныстым. Келген бойда ең алдымен маған мен жетекшім Алия қандай қызмет атқаратымды маған түсіндіріп айтты. Сол бойынша осы күнге дейін қызмет етіп келе жатырмыз. Мені практикант ретінде емес, сонымен қатар толыққанды өздерінің қатарындағы қызметші ретінде де қабылдады. Оған мен өте қуанышты болдым. Бүгінгі таңда қазіргі күнде бізде компания, яғни біздің бөлім, соның ішінде осындай үлкен бір форум өткізіп жатыр техникалық қауіпсіздікке байланысты, яғни бұл өндірістегі қауіпсіздік бүгінгі форумның тақырыбы. Осы форумдағы біздің жалпы бөлімнің міндеті, бұл ұйымдастырушылық міндеті. Мен осы жерде көмектесіп, яғни форумды ұйымдастыруға көмектесіп жүрмін. Қазіргі кезде форум жүріп жатыр, бәрі ойдағыдай. Қызметімді жақсы атқардым деп ойлаймын, атқарып жатырмын деп. КПО BV компаниясының өндірістегі техникалық қауіпсіздік туралы болып жатқан жиынның жүйелі өтуіне ықпал етіп жатырған кейіпкеріміз өз жұмысына жауапкершілікпен қарап, алдағы күндерде де өз ісіне тиянақты болатын жеткізді. Жастар практикасы көзінде оты бар, қолында дипломы бар жастардың тұрақты жұмысқа орналасуына себепкері болып келеді. Сіздерді алдағы күндерде жастар практикасы арқылы практикадан өтіп, және де жұмысқа орналасып жатқан жастармен таныстыруды жалғастыра бермекпіз. Өтепберген Қарасай, Дастан Сақтаған, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.